Хай, бүгін бізде ажыраған егіздер деген мини-фильмді өңдейтін боламыз. Өңдейтін дегенде шығаратын боламыз. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастайық киноны. Так, үйді жинастырайын. Қызым, бөлен келе жатыр. Уже жолда екен. Жолда дегенде аэропортта екен. Қазір 1 сағаттан кейін сразу келеді. Ба, 1 сағаттан кейін бөлем келе ма? Сол ғой, не деген ерте айтпай ма? Кеттік, үйді жинастырып, тамақты пісірейік. Так. Бөлек кім? Алло. Біз уже таяп қалдық. Жолдамыз. 1 сағаттан кейін, 1 сағат нес, 30 минуттан кейін келеміз. Не дейді 30 минуттан кейін? Кеттім, тамағымды жасайын. Так, столымызды кішкентай алмадық әлі. Осы жарайтын шығар. Үйді жинап болдым. Так. Қызым, қалайсың? Папа. Қызым, бүгін мамаң екеуміздің егіздеріміз келе жатыр. Сондықтан дайындал. Не? Егіздер дейді? Сонда мамаң екеуміздің егіздерің бар ма не? Окей. Мен уже үйді жинастырып қойдым. Қашан келеді екен, звондасаңызшы. Бағанда мамам айтқан 30 минуттан кейін келеді деп. 30 минут? Мамаң тамақты қанша минутта істейтін еді? Так, 20 минутта істейді. Сен үйді қашан жинайтын ең? 20 минут. Не, онда 10 минут қалды ғой. Кеттік, дайындалайық. Қалайсыңдар? Родной, қалайсың? Қалайсың, родной? Как всегда, я личный. Всем привет. Сазумай жүрш, комнатаңды көрсетші. Атың кім айтпақша сенің? Ясмина. Ебайт, атымыз ұқсас қой, менікі Ясина. Ясмина, ебайт, екеуміз осы. Бірде қып туылған сияқты ше? Шу екеуміз де бірдейміз. Просто шаш, прическа, киім ғана не. Ладно, короче, мына жақта менің итімнің орны тұрады, мына жақта менің комнатам. Менің орным. Итің келемай ше, ебайт. Бекім. Алло. Ну ладно, өшір сайыншы болды. Ясмина, кеттік, жүрік, қайтамыз үйге. Жарайды, кеттік. Пока. Тағы қалса екен. 1 жыл, 2 жыл, мысалы 4-5 жыл осы жерде жүрсе екен. Ладно, кетіп қалды ғой, жүрсе жақсы болатын еді. Ну ладно, екеуміз подружка болып кетіп едік. Ладно, кеттім. Үйімізге келдік па. Аналар, маған қалды. Қайттан барсақ екен. Енді күнде барып тұрамыз. Қалай сонда күнде барып тұрамыз? Біз Атырадамыз, ол Өскемен. Жоқ, қызым. Біз осы Өскемендеміз. Осы көршіміз ол жақтағы, ол ана жақта. Сен не деген тез жетіп қойдық десем. Ладно, давай. Папасыңды төсек жинап кет дедім ғой саған. Тұрғансың, неге шашып кетесіңдер осы қызың екеуің? Арттарына мен жинап жүрім керек сол. Осы екеуің бар емес пе, Нервқа тесіңдер адамның, нерв мұна. Төсек жинауды ұмытып кеттім ғой. Мен қас келем, осылар жынды оқып қалған.
Сенен сосын несі кетеді? Мамадан таяқ жеп келе жатсыз ба? Иә. Біз де сондаймыз ғой. Жарайды, папаңыз. Мама кетіп қалды және лифтпен. Окей, кеттім. Мама айтқандай, расымен төсегімді жинамаймын ғой. Ладно, пока. Ұйықтаймын. Уже түн батып кеткен ба? Айтшы, ладно, ұйықтайыншы болды. Кукареку! Мә, жұмысқа кешіктім. Менде жұмысым бар екен ғой, кешіктім менде. Сабаққа кешіктім. Ойбай, мен әлгі қызбен бірге оқиды екен ғой. Осы кезде шатасып кеткенім бар енді. Өйткені бәрін осы кезде мама мен папаның әсіресе папа бекіз. Сондықтан егіздерді араластыру оңаймыз. Сондықтан қайттан осы видеоны көріңіздер. Мен бөлеммен, сол немен бірге оқиды екен ғой. Мектебіне мен бөлеммен бірге оқиды екен ғой. Бөлесіне! Мен өзімнің подружкаммен бірге жұмысқа барады екен ғой, кеттім. Ойбай, мен де барам ғой сонымен. Мен мектепке барам. Бүгін бізде жаңадан оқушылар келеді, соны қарсы алыңдар. Қазір кішкене күте тұрайық. Кешіп қалдық қой. Сәлеметсіз бе ағай, кіре берсек бола ма? Әрине болады. Анау бос отырған партаға отырыңдар. Екеуің өзі ұқсас екенсіңдер. Рахмет, әрине ұқсас бөлеміз ғой. Бәзі көрініп тұр, жарайды, сабағымызды бастайық. Жарайды, сабақ аяқталды. Осымен осы сабақтарын бітті, келесі сабақтарыңа барыңдар. Немене қақ кетесің? Көзіңе қарамайсың ба? Өзің қарамайсың ба? Немене серьезне болып тұрсың, қатай ма? Қатаятын ағашсың ба не? Мен онсыз ағашпын ғой, ха-ха-ха-ха-ха. Жегізіп тастадың ғой, көтімді қышы, кетші бар өже. Не істеп келдің өзі, кет бар. Нейромотивациясын қазір папам айтам. Так что кет құры. Балдар не істеп жатсыңдар? Балдар кетіңдер. Неме қызға сөйтіп тұрсыңдар? Жарайды. Короче, досым, мен ана қыздың үйін біліп алдым. Қайдан білдің? Сол үйін бүгін түнде, қазір мектептен шыққан кезде өртеп кетеміз. Жебайт. Ну ладно, кеттік. Досым, кеттік, осы үй. Мына қыз кәдімгідей байлар үйде тұрады ғой, ма? Бай екен сол, кеттік. Шли, өртеп жіберген жоқпыз ба, ма? Кет қылақшы дес. Рахмет ағай, кеттік. Жәнегі балда сразу қайда кетіп қалды? Сол ғой, немене кет? Шалақ болып ба? Ладно, сабақ бітті ғой, кеттік үйге. Мен сені апарып тастаймын. Осы уақытта мен мамамда келеді. Мен мамамда кеттік. Бірге барайық. Қалайсыңдар? Жақсы өздеріңіз.